ақш-та шошқа жүрегі ағзасын дереу ауыстыруды қажет ететін адамдарға салынуы мүмкін. Американың жауапты органдары қазір осы мәселені қарастырып жатыр. Мұндай ота елімізде әзірге жасалмайды. Жасалған күннің өзінде де діни ұстанымы әртүрлі адамдар оны қалай қабылдайды? Жансая Қапасқызы анықтап көрді. ақш-та шошқа жүрегі салынған алғашқы адам небәрі 2 ай өмір сүрді. Жануардың ағзасына тәуелді тағы 2 науқастың отадан бірер күн өткенде миы өліп қалған. Алайда америкалық дәрігерлер мұның өзін үлкен прогресс деп тәжірибені жалғастыруды жөн көріп отыр. Енді талпақтанаудың жүрегі сынаққа қатысуға өзі ниет білдірген жандарға салынбақ. Мұның себебі біріншіден бір ғана отадан қандай да бір нәтиже алу мүмкін емес. Жүрек ауыстырған бір адамға қайта-қайта зерттеу жүргізе беруге болмайды. Екіншіден, тәжірибе, яғни сынаққа қатысушылар неғұрлым көп болған сайын, біз отаның қыр-сырын үйренеміз. Осы орайда неге дәл шошқаның жүрегі деген сұрақ туады. Ғалымдардың айтуынша шошқаның ағзасы жасушалары басқа жануарларға қарағанда адамға анағұрлым жақынырақ. Мұндай ота үшін қорадағы кез келген шошқа жарамайды әрине. Жануарда арнайы зертханада тұқымын түрлендіріп, әр қарысын микроскоптан өткізіп, адам ағзасына бейімдеу өсіреді. Десе де доңыз шошқаның исламда арам деп есептелетінін білетін мұсылманға мұндай ота туралы естудің өз ерсі екені сөзсіз. Бұл жөнінде дін не дейді? Еті желінетін жануар шариғат бойынша бауыздалса, ағзасын алып адамға трансплантациялауға рұқсат. Ал таза емес жануардың ағзасын адамға трансплантациялау тек қана зәрулік жағдайда рұқсат етіледі. Бұл мәселеге қатысты халықтың да пікірін сұрап білдік. Көбінің жауабы: шошқа өте харам ғой. Сондықтан дұрыс емес деп ойлаймын. Ол дұрыс емес қой. Малдың жүрегін адамға салу. Ол хайуандық деп ойлаймын, білмеймін. Ол мықты. Мен өзім жүрегім операция жасаған білем. Жүрек ауру адамдар ештемеге жарамайды. Дұрыс деймін, аха. Қазақстанда жыл сайын 150 шақты адам жүрек ауыстыру үшін кезек күтуге мәжбүр. Олардың көбі донор табылмай көз жұмады. Еліміздегі ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы жұмыс істеген 10 жыл ішінде 80-нен астам адамға ғана осындай операция жасалған. Америкалық дәрігерлер науқастар осылай кезек күтпесін деген мақсатпен шошқаның жүрегін қолдануда. Ал бұл өзгенің жүрегін күткендерге жаңа өмір сыйлайтыны сөзсіз. Жансая Қапасқызы, Заманбек Сембеков, Айбат жаңалықтар қызметі.